Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Әбдіқалықова Сандуғаш Сайлаубайқызы. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласындағы Новый орта мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттық өзгерістің зардаптары. Сабағымызда мәтін бойынша проблемалы сұрақтарды құрастыруды үйренеміз. Және графиктік кесте, диаграмма, сурет, ақпараттар бойынша мәтін құрастыруды үйренеміз. Етістік қимыл іс-әрекетті білдіреді. Іс-әрекет, қимыл белгілі бір кезеңде іске асады, орындалады. Қимылдың өту кезеңі сөйлеушінің хабарлау кезімен немесе сөйлеп тұрған сәтпен айқындалады. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің шақтары осы шақ, өткен шақ, келер шақ болып үшке бөлінеді. Іс-әрекеттің дәл осы шақта орындалып жатқандығын білдіру осы шақ болып табылады. Мысалы, келіп отыр, қайтқалы жатыр, жүргелі тұр. Яғни іс-әрекеттің дәл осы уақытта орындалып жатырғандығын анықтап отырмыз. Ал өткен шақ іс-әрекеттің осы айтылып тұрған уақытқа дейінгі бұрын болып кеткендігін білдіреді. Мысалға, келіпті, барып келген, бардым, сөйлеп кетті, оқығансың. Келер шақ іс-әрекеттің енді алдағы уақытта айтып тұрған уақыттан кейін орындалатынын білдіреді. Мысалға, келіп кетпек, оқырсың, сатып әкелерсің. Іс-әрекет әлі орындалған жоқ, алдағы уақытта енді орындалады. Енді оқушылар осы етістіктің шақтарына қатысты мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтін алды тапсырмалар сіздерге бірінші мәтіндегі етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын анықтайсыздар. Екінші тапсырма мәтін мазмұнына сүйене отырып, проблемалық сұрақтар құрастырасыздар. Мәтіннің тақырыбы климаттық өзгерістердің себебі. Ғаламдық жылыну жердің бетіндегі орташа температураның артуы, ауаны ластау, өнеркәсіп санының артуы, ормандарды кесу, жанартаулардың атқылауы және күндегі өзгерістер, адамның әртүрлі әрекеттері ғаламдық жылынудың басты себептері болып отыр. Климаттық өзгерістердің зардаптары Арктика мұздарының еруі, мұхиттық ағыстардың өзгеруіне және осы аймақта температураның көтерілуіне соқтыруы мүмкін. Мұздықтардың еруі мен мұхит суының жылынуы нәтижесінде теңіз деңгейі көтеріледі. Көп түскен жауын-шашынның нәтижесінде көптеген аймақтарда тасқын су болып жатыр. Күшті дауылдар, аптапты қуаңшылық, жылу толқындары жиілеген. Мекендеуші жан-жануарлардың салқынырақ аймақтарға көшуі нәтижесінде экожүйенің өзгеруі орын алып отыр. Ғаламдық жылынудың нәтижесінде жаңбыр жауу түрлері де өзгереді. Жаңбыр жаудың азаюы жер асты суларының азаюына, ал теңіз деңгейінің көтерілуі жағалау аймақтарындағы судың ластануына алып келуде. Бұл факторлар ауыз су мен егінді суаратын судың тапшылығына әкеп соқтыруда. Ғаламдық жылынуды азайтуға көмектесетін көптеген шаралар бар. Олардың бірқатары ағаштарды көбірек отырғызу және ормандарды кесуді тоқтату, шамдарды және басқа электр құралдарын өшіріп жүру арқылы қуатты үнемдеу, осылайша табиғи ресурстардың сақталуын қамтамасыз ету, қоқыс көлемін азайту, қоқысты қайта өңдеу, табиғи ресурстардың сақталуына өз себебін тигізеді. Келесі оқушылар сіздерге тағы мынандай тапсырма ұсынамын. Мына берілген диаграмманы пайдаланып, ғаламдық жылыну тақырыбына мәтін құрастырасыздар. Бұл диаграммадағы жоғарыдағы мәтіннен айырмашылығы, ескерерсіздер, жылдар берілген және температура көрсеткіші берілген. Сонымен бірге басқа да ең жылы уақыттар, жылдар көрсетілген және соңғы 10 жылдықтағы мәліметтер көрсетілген. Осы диаграмманы мұқият қарай отырып, мәтін құрастырамыз. Мәтін құрастыру барысында дескрипторды ескерейік. Дескриптор мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін құрастырады. Етістіктің шақтарын қимылдың өту кезеңіне сай қолданады. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда етістіктің шақтарымен таныстық және ғаламдық жылыну мәселелері туралы ақпараттарды білдік. Осы мәтін бойынша проблемалы сұрақтар құрастыруды және де диаграммаға мәтін құрастыруды үйрендік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.